Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тауықтың етінен бешбармақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, етімізді, сәбізімізді қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды салып қуырып аламыз. Томатымызды салып, содан соң үстіне тұзымызды саламыз. Суды құйып, оны 40-45 минутқа қайнатып қоямыз. Етіміз піскенше қамырымызды илеп аламыз. Илемі қанғанша жағыслап илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты болу керек. Қамырымыз қаншалықты қатты болып иленген сайын бешбармағымыз бір-біріне жабыспай әдемі болып шығады. Енді оны 5 минутқа орап қоямыз. Енді жайып аламыз. Ол қамырымыз жұқа болып кетпеу керек. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кесіп алсаңдар болады. Бешбармағымыздың картошкасы салынды, тұзымызды көрдік. Қамырымызды саламыз. Енді пиязымызды, туралған пиязымыздың үстіне етіндегі майын алып, тұздығын жасаймыз. Қажетті заттарды описаниеден қарай аласыздар. Тұздығымызды шамамен 5 минуттай қайнатып аламыз. Бешбармағымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.